Ақылсыз адамдар Құдай жоқ деп ойлайды. Әбден бұзылған олар жексұрындық жасайды. Әрі ешқайсысы да жақсылық жасамайды. Жаратқан ие көктен көз салады адамзатқа. Ақылды біреу бар ма, бет бұратын Құдайға, деп байқайды ол. Жоқ, бәрі тайып кетті теріс жолға, әбден бұзылды бірігіп барлығы да. Жақсылық жасаушы ешкім жоқ, тіпті бір жанды. Сұмдық жасайтындар ақылға келмес пе екен? Халқымды олар нан жегендей жалмап кеткен, жаратқанға сыйыну ойларына еш түспеген. Ал оларды қорқыныш құрсаулайтын болады. Өйткені Құдай әділ ұрпаққа жар болады. Әй зұлымдар, күлесіңдер жарлының ниетіне, бірақ қолдап қорғайды оны жаратқан ие. Құтқару Сионнан келсе екен Исраильге. Жаратқан өз халқын тұтқыннан азат еткенде, Жақыптың үрім бұтағы қатты қуанады. Я, Исраил халқы шат-шадыман болады.